Барлықтарыңызға қайырлы күн. Ақжол досым сыйлаған путевкамен Дубайға аяқ асты келіп қалдық. Ал Дубайда не істедік, қандай қызықтар болды, неге жоғалып кеттім, қазір айтатын болам. До конца көріңдер. Дубайға ұшпай тұрып, аэропортта осындай бір қызық болды. Мына сумканың ішінде не бар деп ойлайсыңдар. Айтсам қазір күлесіңдер, бірақ айтпасқа амал жоқ. В общем, Ақжол кітаптарымен қоса өзінің сумкасына 20 килограмм Қызылорданың күрішін салып алған ғой. В общем, багажымыз перевес болып, мына күрішті әрқайсымыз сумкамызға 5-5 килограммнан пакетке салып, ана жерде ятқа батып, в общем, ақшамызды экономить етіп қалдық. Жолда Ақжолдың миын ашып, сәл-пәл ағылшынша сұрап үйреніп алдым. Үйтіп осындай әдемі витпен Дубайға да аман-есен жетіп алдық. Әрі қарай қандай қызық болды айтайын ба. В общем, келе сала Сауат деген ағамыз осындай мустангты бізге беріп қойды. Сағат таңғы 5:30 ұйқы деген қысып жатыр. Еще біз айт мерекесінде келіп, отельдердің бағасы ұшып кеткен. В общем, еще осылай лифтта қалып қоямыз ғой. Is the elevator by the card? My room number is 605. Can you speak a little bit louder? Elevator is not moving. Brothers, the elevator is not moving. How should I make it work? So we don't have to do anything, yes? Okay, thank you. Үйтіп бірінші гостиницамызға аман-есен кірдік. Неге бірінші? Потому что келгелі 3 гостиница ауыстырдық, сенесіңдер ма? Келесі күні басқа отель тауып іздеп, в общем, осындай бір әдемі витпен отель алып алдық. Күнгі вайп керек болып тұрау деп қоям бір. Естіп бір. Стиль қарапайым, но не қарапайым. Ақш делай. Welcome to Dubai, and we came here yesterday, and this is my earlier present for my brother's birthday party, so enjoy. Thank you very much. В общем, осылай визуализация жасап қойыппыз. Өмірімде осындай Ақжол сияқты паниковать етіп, Дубайда машина айдауға қорыққан адамды көрмедім. Гольф клубқа келдік. Давай, Ақжол! Қайттық! В общем, Дубайға барған кезде обязательно барыңыздар. Өте керемет жер. Енді машина алам десем, маған айтады, сен машина айдамайсың, өлесің. Біледі ғой, мен әшейін қарапайым бейсебетті өзім бизнес жасап қоямын да. Ақжол, паркингтің тар болғаны қиын екен деп ағылшынша айтшы. That is so sad as the parking area is so... We're barely driving to pass through this holes to reach our parking slot. Anyway, I'm trying my best because I don't have the excellent driving skill as Oljas. On the other hand, this car is... On the other hand, this car is not ours. Соншалықты ұзақ сөз бе не? Жоқ, көмдесе де отырмын. Паркингта осындай машиналар ішін тұрады екен ғой. Әненен жүр ғой, әненен. Тамақтың барлығын строго, барлығы білетін Алматы деген рестораннан ішесің ғой. Өзіміздің тамаққа ешқандай тамақ жетпейді ғой, қайда жүрсенді. Дубайдағы картингтің бағасы қанша теңге тұрады? Видеоны соңына дейін көр, барлығын толық айтатын болам деген видео жасамай қойын, короче. Бағасы қанша теңге Ақжол? Біз, в общем, 3 адам болып бардық, бізге 90 мың теңге болды. Примерно бір 30 мың теңге ғой адам басы. Келе сала киімін киіп алып, 3-4 минуттай правиласымен таныса дегенсің. Содан кейін шлем береді, соның киесінде, короче, далаға шығасың. Киімдер барлығы чөткие. Мына Ақжолдың киіп алғанын қайтейін, бұл айдаған жоқ, неге айдаған жоқ, қазір өзі айтады. Басыңа шлем симай қалып. Айдай алмай қалғансың ғой. Осы Ақжолдың айдамағанын да дұрыс па деп қоямын. Машинаны өзіне әрен айдайды. Бірдене болып қалса, бізде ағылшынша сөйлейтін адам жоқ жанымызда. В общем, бір 20 минуттай береді екен, бірақ соны өз жеткілікті екен. Терлеп кетесін әйтпесе. Үлкен алаңы барлығы маған қатты ұнады. Баруға тұрарлық жер екен, сақтап қойыңдар. Бұйыртса Дубайға барып жатсаңдар, обязательно барыңдар. Келесі күні ұшуға бардық. Ол қалай десеңдер, қазір көрсетем. Ол Абу-Дабида, Абу-Даби мен Дубайдың арасы 1 сағат где-то. Міне осы жер бұрыннан барғым келіп жүрген әйтеуір. Аллаға шүкір, аман-есен келдік. Қазір көрсетем. Әр жерде, в общем, осындай өздерінің киімдері болады екен. Переходпен хоп деп киіп аламыз. Барып қауіпсіздік ережесімен танысамыз. Ұшқан кезде жанында осындай инструктор болады, ол сіз никак. Негізі мен өзімнің фобиям осы биіктік. Дубайға келген қаншама жерге бардық, Ақжол біреуіне де кірген жоқ қой. Келесіде Ақжолдың өзін емес, тілін ғана қалып кетеміз ғой деймін. Мына инструкторлардың өзі бір супермендер ұқсап ұшып жүр ғой, армансыз. Қазіргі заманда негізі адамзаттың қалауының барлығы бар ғой.
Мына кісіні қараш, қалай ұшып жүр, не деген жүрек мынау. В общем, біздің очередь келді, жүрек деген дүрсілдеп жатыр, сонда да түр бермейміз. Ана жібере салса негізі жоғарыға кетіп қалайын деп тұрмын. Іштей ойлап қоям, қашан біздің елімізде осындай дүниелер ашылады екен, қашанғы біз шетелге ұшып осындай қызықтарды көреміз. Неге елімізде жасамасқа деймін. Қараңдаршы, қандай бір андай эмоцияны айта алмаймын іштегі. Қайда кетіп барасың, ол жаққа емес, мұн жаққа деп мені шығарып тастады. В общем, басында бір кіргізіп, сезіндіртіп алады да, екінші кругта уже осылай жоғарыға апарады. Шыны керек, бір жерім былай ұшуға шыдамадым, мен астында жүре берейін деп қалдым. Бұның бағасы бір адамға 50 мың теңге, біз 3 адамға 150 мың теңге төледік. Бірақ это того стоит. Ақжол болмаса далада қалады екенсіңдер ғой деп. Қалмаймыз дегіз. Кеттім онда мен, давай десең. Сұрап жатыр Ақжол көбісі. Ақжол неше тіл біледі дейді. 4 тіл білем. Алдағы уақытта қандай тіл жаттағың келеді? Негізі өзім корей тілін үйренгім келеді. Бірақ әлде ағылшын тілін Қазақстанда біраз жерге апарамыз, біраз адамдар ағылшын тілінде сөйлесетін боламыз, иншалла. Мал болып тұрмын ба? Вау! Шөнім істеген адамдар. Аман есен келдік Дубайдан. Эй, кір давай. Ассалаумалейкум десің, мал бірге келген жоқпыз ба? Болса тез. Ота тамақ пісіріп қойыпты бізге. Төрге шық давай. Мына жейсің, Дубайға барасың, сағынасың ғой, короче. Ля ты крыса. Ақжол болмаса реально бота. Ан жақта мал болып қайтатын едік. Ақжол бауырыма көп рахмет айтам. Осылай қыдыртып келді апарып. Күнде таңертең Ақжолдың осындай фотосын көресің ғой. Ей, қойшы братан. Ондай салмашы, пожалуйста. Бота, сен ағылшынша үйренсей. Келесі зато сені алып кетемін. Мен жаңа Дубайдан білген алып келдім ғой айтпақшы. Сен сондай бірдеңесі бар еді ғой. Жаңа енді андай қымбат нәрсе емес енді. Қымбат болмаса да мен бірдеңе күттім сенен. Мынау оригинал ма? Иә, дубайский шоколад. Точно ма? Иә. Мармелад па? Иә. Сен гүрістің ғой? Сен өрген қандай сенде? Advanced теңге. А? Advanced. C2 деп айтады ұшы. C2? A1, A2, B1, B2, C1, C2. 6 өрген ғой негізі. 6 өрген ғой. Сен бізге любой бір сөздер айт, біз соны ағылшынша айтамыз. Кімнің ағылшыншасы мықты екен бота екеумізден. Window. Ей, қазақша айтса? Ой. Қасық. Spoon. Жоқ, онда қиын сөздер берме. Давай. Stol. Table. Стол? Yeah. Стол, тейбл ма не? Иә. Стул ше. Stool, chair. Наверное, сұрайын. Өзің жауап. Мынау білетін сөздер айтпақшы. Mobile phone. Телефон. Pork. Свинина. Бәріміз ғой. Неме? Иә, свинина. Что там? Sugar. Қант. Salt. Тұз. Cheese. Сыр. Сыр. Strawberry. Клубника. Клубника. Мен қайталап айтқанмын бәрін. Сен айтпасың просто. Toothpick. Мынау ма? Иә. Charger. Не ол? Осы үйде тұр. Қарасаңдар бар. Оны оқырмандарым жазып кетсін. Ол қандай сөз? Қандай сөз едің? Charger. Келіншегім бүгін не пісірді менің? Ой, жан. Заказға пирог істеймін. Қонаққа кетіп баратырмыз. Макияжым құтты өресің. Сенде макияж бар ма не? Конечно. Я думаю, ты без макияжа. Бой с тенью көрсетеді бұлты. Болып жүрген. Өз үйде бір тряпка болады осындай. Жерді де сүртесің онамен. Столды да сүртесің, аяқ киімді де сүртесің. Бош. Дома хозяин кто? Ты. Мен кім еркелемеймін, кімге еркелеймін? Мына жерде қарандар не болып жатқан. Кайф болып тұр ғой өзі. Алла қаласа пятница күні біздің влог шығады. Бота екеуміздің балайымыз. Міне монтаж алып жатыр. Түрді қарасам жер жап-жаспын иә. Міне монтаж қызық болып жатыр. Пятница күні өткізіп алмаңыздар, қызық болады. Менің жаныммен жарысатын бір адам шықпады ғой әлі. Қорқылатыр да. Қарын аштаршындаршы. Ассалаумағалейкум. Бурабайда бөлек демалыс болды алдым иә.
Ертең ала қаласа Дубайға кетіп баратырмын. Ботам бір жақсы вообще қызықпайды ғой ондай дүниелерге ше. Дубай деген. Балидің өзіне мен әрең апарған ботам. Жүріш деп. Үй, тамақ, ұйқы болса болды. Ботам, жон, ақылынан осындай. Мынандайға мен айтып жатырмын да, біздің орта ғана білсін, сосын мен аудиторияға ғана білсін. Басқа ешкімге айтпа деп жатырмын да. Айтшы ғана, понимаешь. Бұл, короче, 4-5 рет өлім аузынан аман қалған екен. Соның бір историясын жаңа айтып беріп жатыр. Айтшы, қалай болды? Короче, былай болады. Айтпай алды. Суға ағып кетемін ғой. Бауырсақтан бастап айтсай. Бауырсақ түсіп кетеді, соны аламын дегенде суға түсіп кетемін, короче. Сөйтіп бір кезде енді талып қалғанмын ғой, мен уже сумен ағып біраз кеткенмін. Бір орыс кісі балық аулап отыр. Сол қармағына ілініп қалған ғой сол кезде. Соны айтып жатсам, мыналар прикол ұстайды ғой сені. Плюс. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум. Азат екеуміз таңертең ерте тұрып, уже әмелкен жұмыстарын бәрін бітіріп келдік. Енді үйдегі балаларды оятамыз. Қазір сағат 1:34 олар Жолдан шашып үйге келіп атсам, Павлодар қаласында жаңадан ашылған Цезарь суши осындай бір сеттарын жүріпті. Осындай Цезарь, сосын Филадельфия, запеченный Цезарь бар екен. Осы пиццаның үлкендігін айта алман, өмірімде бірінші рет осындай пицца көріп тұрмын. Үлкен ше. Енді ашылған нәрсеге дегустейшн. Бисмилла. Социальный эксперимент. Қазір мына машинаны өртейтін боламыз. Сосын бізге көмектескен алғашқы адамға ақшалай сыйлығымыз бар. Видеоны до конца көріңдер. Ал, бисмилля. Ассалаумағалейкум, братан, қалайсыз? Эксперимент болған аға. Кім бізге керек бірінші көмектеседі? Біз өзіміз кәсіпкерміз, ассалаумағалейкум, блогерміз ше. Өйстіп жолда үшін көргенбіз социальный эксперимент үшін кім көмектеседі деп ше. Аға бізге тоқтатты біріншісі. Енді бұл аға бізге көмектескен үшін бізде қазір ақшалай сыйлық бар бұл көкеге ше. Братан, сен бізге бірінші көп көмектестің ғой. Сол үшін братан көмектестің. Ол үшін теңге ақшалай сыйлық. Құтты болсын братан. Жалпы братан, Инстаграм бар ма? Бұл видеомен біз адамдардың реакциясын көргіміз келген. Әрине бізде ешқандай күмән болған жоқ, адамдардың тоқтап көмектесетініне. Бір-бірімізге әрдайым осылай көмектесіп жүрейік. Видео ұнаса лайк басып келіп кетіңіздер. Және де бізге тіркелген оқырмандарды осылай ақшалай сыйлықтармен қуантатын боламыз. Алматы бүгін жаңбырлы. Ауырған екен, чисто осылай твистняктары ғой, короче. Қалай былай түрім нормально болып қалған ба? Шүкір Аллаға, жақсы болып қалдым. Кеше мен салдым ауырып жатырмын деп. Маған қанша адам жазды ауырып жатырық деп, біз тоже деп. Значит, бір вирус. 2003-тер жиналып қапты ғой аға, я? Еді? Қой жыл ғой. Онда денесі де өзі түсіп мұны қара. Соя жақсаң ба? Сонда мені сойып жеу үшін бақтың ба? Может, ма? Мына жан ұстап кетемін. 120-ға. Ойланбай. Алла тағала таңдаған қасиетті жер бетіндегі 3-ші күн құрбан шалынатын күн екен ғой. Аллаға ол күні ешкім құрбан шалу арқылы одан басқа амалмен жақындай алмайды дейді Аллаға. Дворда отырсам, ана жерде бір қыз отыр. Сол ойланып тұрмын, танысам ба, таныспайым ба деп. Іште сәл андай болып тұр да, я. Или танысайын ба? Бұрын неден қорқам я, красавчикпін ғой. Сәлем. Сізбен танысуға болады ма? Саламатсыз ба? Мен Сұлтан негізі. Қайш? Бексұлтан емессіз ба? Иә. Бексұлтан. Баян Сұлтан. Мен де сізді көргем негізі. Әндеріңіз күшті. Солай, сол сізбен танысқым келген ғой. Ана жақтан көріп қалдым, просто отыр екенсіз. Видеоға түсіріп жатсыз ба? Иә. Саласыз ба, батам? Салам ғой. Қашқын танысқан ма? Оқырмандарға бір жан дауысты өлең айтып берсеңіз. Прям қазір ма? Иә. Өзім әнді айтайын ба? Иә. Дауысың күшті ғой. Айтып берейін. Елең көңілім қиналды сені, терең қырлы өмірдің жолдарын кезем, тамшы болып көзімнен құлайды неге, мен ұмытсам да. Дауысы таңғы 8-ден кейін будильник болып тұр ма? Рахмет. Күшті тағы қандай әніңіз бар?
жаңадан шығып жатқан бір ән бар. айтып берсей тоже. Айтып берейін. Мен сені сағынам, күнде түнде жанымды алыстан. Сен сезесің бе, келерде бүйімнен терезесінде өзіңді күтемін. Sen bana айтып жатсың ба?